Олар әлемді өздерінің ерлігімен дүр сілкіндірді, және олардың ерлігі уақытқа бергісіз. Көбі өмірден өтсе де, ерліктері мәңгілік жасай бермек. Футболдың ең үлкен сахнасында Аладоптың шеберлері қошеметке ие болды. Пеле, Бекенбауэр, Кройф, Марадона. Олар өнерін әлемге паш еткен кезде тумаған ұрпақтары бүгінгі күні оларды құрметтейді. Оңтүстік Америка көшелеріндегі, күллі Еуропаның жоғарғы жолдарындағы, кез келген африкалық қыстақтардың қара жолдарындағы өткен күннің естеліктері ертеңгі ойыншыларды шабыттандырады. Бұл үміт кубогы, армандар кубогы. Бұл футболдың ең үлкен алаңындағы ең үлкен жүлделер. Ұлы футбол көріністері. Чемпиондар Пеле. Швеция. Стокгольм 1958 жылдың ортасында 6-шы әлем чемпионатын өткізуге дайындалып жатқанда, бүкіл әлем ұйқысынан оянғандай болды. ақш президенті Дуайт Эйзенхауэр жер көкжиегін кеңейту мақсатында НАСА ғарыш агенттігін құрды. Пластикалық хула құрсау нарыққа шықты. Битлз өздерінің алғашқы жазбаларын The Quarrymen деген атаумен шығарды. Ал футбол әлемі Пеле деген атпен танымал 17 жасар жасөспірімнің сиқырымен оянып жатты. 1970 жылды еске алайық. Адамзат айға ұшты. Бірақ ақштың ғарыштық бағдарламасы қысқартылды. Хула құрсау сәннен қалды. Битлз өзінің соңғы рекордын жасады. Дегенмен Пеленің атағы әлі де жер жарып тұрды. Мексикадағы әлем чемпионатының жарық жұлдызы 3 әлем чемпионатын жеңіп алған алғашқы және әзірге соңғы адам. Пеле, толық аты Эдсон Арантус де Насименту, футбол тарихындағы ең ұлы тұлға. Ол 17 жасында әлемдік ойынға әсем жарық сияқты келді. Ол шуақта 60-шы жылдары және 70-шы жылдардың жартысынан басым бөлігінде нұрын шашып жарқырады. Спортшыларды аңызға айналдыратын 500 голды ол артығымен соғып, 1281 голға жеткізді. Ол 92 рет хет-триктің, 30 рет покердің және 6 рет пентатректің авторы атанды. Ал 1984 жылы Бразилияда өткен бір тартысты матчта 8 гол соққаны бар. Зейнетке шыққанша елші қызметін атқарды. Ойынға, оның дәстүріне, болашағына құрметпен қарайтын мейірімді жан болды. Әрине, оның құмарлығы да бар еді, бірақ онсыз болушы ма еді. Оны ешқашан көрмеген ұрпақ, оның данышпандығын көрген еске алып отыратын қарттардай құрметтейді. Бұл данышпанды еске алғанда, оның тарихы әлем чемпионаттарында баяндалады. Бұл оқиға үзілістен кейін болған. Футболдың ең үлкен сахнасындағы Жюль Риме жауһары. 1958 жылы маусымда Швецияда өткен әлем чемпионатында футбол әлемі көңіл көтеретін нәрсеге өте мұқтаж еді. Сол жылдың ақпан айында Манчестер Юнайтедтің 8 ойыншысы мен тағы 12 адам ұшақ апатынан қаза тапқан. Сол қайғылы оқиғадан ойын әлі де еңсесін тіктемеген еді. Бразилияның жастық шағы мен жігері үміттің көрінісі болды. Ал әдемі ойынды бейнелеген ойыншы Пеле болды. Пеленің әлемдік аренаға шығуы барлығына тосынсый болды десек дұрыс емес. Ол сол кездің өзінде Бразилияда жұлдыз еді. 15 жасында Сантос сапында ойын басын өткізіп, 16 жасында лигадағы үздік шабуылшы атанды. Бірақ сол күндері буыны бекіп, бұғанасы қатпаған балы еді.
Бразилиядан тыс жерде 17 жасар жасөспірімнің әлемнің үздіктеріне қарсы маңызды рөл атқара алатындығына күмәнмен қарайтын. Олар қателесті. Пеленің бірінші әлем чемпионаты басталмай жатып аяқтала жаздады. Турнир алдындағы жаттығу матчында тізесін жарақаттап алып, Бразилияның алғашқы 2 ойынын өткізіп алды. Ол сауығып жатқан кезде жаттықтырушы Висенте Фиола команда психологынан Пеленің тым жас, әрі мұндай үлкен сахнаға психикалық дайын емес екенін айтқан есебін алды. Фиоланың жауабы белгілі болды. Сіздікі де жөн шығар, алайда сіз футбол туралы ештеңе білмейсіз. Пеленің тізесі жазылса ойнайды. Бразилияның оқу жаттығу базасынан алынған бұл қызықты суреттер Пеле командасының бір бөлігі болғанын көрсетеді. Оның тізесі турнир алдындағы жеңіске үміткер Кеңес одағына қарсы топтық кезеңдегі соңғы матчқа дайын болды. Және ол гол соқпаса да, екінші голды соғу үшін Ваваға пас берді. Сөйтіп 2-0 есебімен жеңіске жетті. Келесі 3 матчта жігерленіп ойнады. Ширек финалда Уэльске қарсы ойында жалғыз голды Пеле соқты. Жартылай финалда хет-трик 52-ші, 64-ші және 75-ші минуттардағы голдарды салды. Ал финалда 55-ші минуттағы дубль мен 90-ші минуттағы жеңіс Бразилияға 5-2 есебімен әлем чемпионатын берді. 17 жас, 249 күнде Пеле әлем чемпионатының финалында ойнаған, гол соққан және жеңіске жеткен ең жас ойыншы атанды. Ол футболдың жаңа қуанышына айналды. 5-ші голдан кейін мен оны тіпті қолдағым келді деп айтты шведтің жартылай қорғаушысы. Пеленің 3 әлем кубогын жеңіп алған жалғыз адам ретіндегі орны соншалықты құрметке ие. Сондықтан оның әлем чемпионатының 3 финалында ойнамағанын айту қиынға соғады. 1958 жылғы оқиғалардан кейін жүлделердің саны күннен күнге көбейген соң, әлемнің ең үздік ойыншысы ретінде Пеле Сантос пен 1962 жылғы әлем чемпионатына Чилиге келді. Мексикамен ашылған матч әдеттегідей соғылған голда нәтижелі пас беруде болды. Бірақ Чехословакияға қарсы екінші матчтың 25-ші минутында Гаринчадан пас алып, алыстан күшті соққы жасады, алайда қақпаға дәл түсіре алмады. Содан тізесінің сіңірі жұлынып, әлем чемпионатынан шығып қалды. Гаринча Пеле жоқ кезде белсенді ойнап жарқырайды. Бразилиялықтар қатарынан 2 мәрте жеңіске жетеді. FIFA-ның ережелері бойынша Пеленің топтық кезеңге шығуы оған Жюль Риме кубогының иегері ретінде рекордтар кітабына енуге құқық береді. Гаринчаның жасы 32-ге толғанда және көлік апатынан кейін толықтай жарамсыз болғандықтан 1966 жылы Бразилия құрамасы енді Пелеге әрдайым тәуелді болады. Ол мұны білді, қарсыластар да білді. Сол күндері алмастыратын ойыншылар болмады. Сондықтан егер Пелеге зиян тигізсе, бұл 2 есе басымдыққа ие болу және алғашқы матчта Болгария оны тоқтатуға бел буды. Бірінші ойынның 15-ші минутында ол төреші жазалаған бірнеше бұзушылықтардың бірінен керемет айып добын соқты. Бұл голдан кейін Пеле әлем чемпионатының турнирінде қатарынан 3 гол соққан алғашқы адам болды. Бірақ матчтың қалған бөлігінде қарсыласы Добромир Жечев оны қасақана аяғынан шалуға тырысқанын байқаған баспасөз қызметкері. Пеле әлем чемпионатын аяқтамайды. Оның ашуланбағаны таңғаларлық жайт, деп жазды. Пеле ойынды жарақатпен аяқтады. Португалияға қарсы топтық соңғы ойынға оралмас бұрын Бразилияның 2-ші матчын өткізіп алды. Қарсыластары оған қырғидай тиді. Мәселен, Мараестің жасаған фолының ауырлығы сонша, алаңнан шығуына көмек қажет болды. Кейінірек ол ешқашан әлем чемпионатында ойнамайтынын мәлімдеді. Футболдың жолы болды. Ол өз ойын өзгертті. Англия құрамасы 1966 жылғы әлем чемпионатында жеңіске жеткеннен кейін Уэмблиде мақтанып жатқанда, Пеле соңғы 2 турнирде кездескен тұрақты қудалау мен бейспорттық назардың әділетсіздігі туралы ғана ойлай алды.
Ол жанына жайлы Сантосқа қайта оралды. Бразилия үшін тағы бір матч өткізгенге дейін 2 жылдан астам уақыт өтеді. Оған 1969 жылы Мексикадағы 1970 жылғы әлем чемпионатының іріктеу матчтарында ойнауды сұрағанда ол бастапқыда бас тартты. Бірақ Гаринча, Вава, Зита және Дида сияқты 58 бен 62-дегі әлем кубогын жеңген командалардың барлық басқа жұлдыздары зейнетке шыққандықтан, Бразилия қызықты ойыншылардың жаңа тобын толықтыру үшін Пеленің тәжірибесіне қатты мұқтаж болды. Сол екі арада сахнаның артында бұдан да үлкен оқиғалар болып жатты. Пеле Англиядағы төрешілер тарапынан қорғаныс таппай, бейбастықтың нысанасына айналған жалғыз атақты ойыншы емес. FIFA 1962 жылы, 1966 жылдардағы бейбастық пен тәртіпсіздік орын алған ойын қайталанбау керек деп шешті. Ол 6 іріктеу матчында 6 гол соғып оралуға келісті. 1969 жылдың аяғында Васко де Гаманың қақпасына Пеле клубтық мансабындағы ең дәл тепкен голдарының бірін соқты. Фол стандартты жүзеге асыру, бірақ бұл оның 1000-шы гол еді. Ол жаппай мерекелеуге шақырды. Мансабының соңғы кезеңіне тән сипатта болды. 1970 жыл оның мансабының керемет аяқталуының тамаша бастамасына айналады. Ол өзінің 4-ші және соңғы әлем чемпионатын ойнауға Мексикаға аттанды. FIFA төрешілері қатаңырақ шешім қабылдап, Мексикадағы ең тартымды ойыншыларға қолдау көрсетеді деген антына берік болды. Пеле қайтып оралып, бірінші матчта Бразилияның Чехословакияны 4-1 есебімен жеңген кездегі жағдай осылай болды. 1970 жылғы турнир барлық әлем чемпионаттарының ішіндегі көп шабуыл жасалған қызықты турнирлердің бірі болып саналады. Герт Мюллердің 10 голы, Пеленің шабуылшысы Жаирзиньоның 7 голы және Франц Бекенбауэр мен Бобби Чарлтон сияқты ірі тұлғалардың басқа да тамаша өнерлері әлем чемпионатының алғаш рет теледидардан көрсетілуін қамтамасыз етті. Бұл бүкіл әлемді толқытты. Бразилия 19 гол соғып турнирді жеңіп алды. Финал бір жақты болды. Пеле 18 минутта есеп ашты. Және итальяндықтар бірінші таймда есепті теңестіргенімен, екінші таймда олар толықтай жеңіліс тапты. Пеленің 4 голы мен 5 рет пас беруі, оның ретроспективті түрде турнирдің ең жақсы ойыншысы болуына мүмкіндік берді. Оның Жаирзиньомен серіктестігі тамаша ойынның көрінісі болды. Жартылай қорғаушы сиқыршылар Герсон мен Ривелина және көрнекті қорғаушы және капитан Карлос Альбертоның қатысуымен Бразилияның 1970 жылғы құрамы әлем чемпионатында ең үлкен жеңіске жеткен командаға айналды. Оның әлем чемпионатындағы тарихи 3-ші жеңісі ойыншы Пеленің жолының аяқталуын және аңыз Пеленің дүниеге келуін көрсетті. Пеленің футболдың ең үлкен сахнасындағы рөлі үзілістен кейін финалға жетеді. Үш әлем кубогын жеңіп алған алғашқы және жалғыз ойыншы болғаннан кейін Пелеге Жюль Риме кубогының көшірмесі ұсынылды, және ол қайда барса да патшаға тән құрметке бөленді. 1971 жылдың шілдесінде оның халықаралық мансабы Аустрия мен Югославияға қарсы 2 достық кездесумен аяқталды. Бірақ ол 1974 жылға дейін Сантоста ойнады. Содан кейін оның ойынға қосқан ең үлкен үлестерінің бірі болды. 1975 жылы зейнетке шығудан бас тартып, Нью-Йорк Космоспен 2,5 маусымда Америка құрама штаттарында іс жүзінде жалғыз өзі футболды танымал етті. Қаһарманға табынудың 10 жылдығы жалғасын тапты. Дегенмен ең маңызды мақтаулар оның күш-жігері жалындап тұрған жылдарындағы құрдастарының марапаты болып қала бермек. Француз шабуылшысы Жюст Фонтен Пеле ойнаған 1958 жылғы әлем чемпионатындағы бірінші турнирінде 13 гол соқты. Оның рекорды әлі де сақталады, бірақ ол былай деді:
Мен Пеленің ойынын көргенде бәтеңкемді іліп қоюым керек деп ойладым. Жюст Фонтен. Пеленің жастық шағы 50-ші жылдардың аяғы Ференс Пушкаш пен Альфредо Ди Стефано Реал Мадридті клубтық футболда мәңгіге қалдырған дәуір болды. Пушкаш бұлай деді: тарихтағы ең ұлы ойыншы Ди Стефано болды. Мен Пелені ойыншы қатарына қосудан бас тартамын. Ол одан да жоғарырақ. Соңғы сөз Пеледен кейінгі кезеңдегі ойынды өзгерткен аңыз адамға, Йохан Кройфқа тиесілі. Пеле ақылға сыймайтын жалғыз футболшы болды. Үздік ойыншылар футболдың ең үлкен алаңында өз пірлеріне тағзым етеді. Ол футболшы спорт өнерінің шоқтығы Пеле патша. Берлин қабырғасының құлауымен бейнеленген Батыс және Шығыс Германияның бірігуі 1990 жылы Италияда өткен әлем чемпионатында үстемдік еткен үш оқиғаның бірі болды. Франц Бекенбауэрдің әйгілі командасы әлем чемпионатында соңғы рет Батыс Германия туының астында ойнады. Англияның футбол жанкүйерлерінің мінез құлқы Ұлыбритания үкіметінің өтініші бойынша Англия мен оның жанкүйерлерін барлық топтық матчтар үшін Сардиния аралынан қуып жіберген ұйымдастырушылар үшін үлкен алаңдаушылық тудырды. Бірақ егер саясат пен бұзақылық алаңдататын мәселе болса, үшінші үлкен оқиға дәстүрлі футбол болды. Марадонаны кім тоқтата алар еді? Оның алаңнан тыс тәртіпсіз мінез құлқына қарамастан 1986 жылға алдыңғы әлем чемпионатындағы өнері керемет болған сонша, барлық назар Ла Альбиселестенің капитанында болды. Марадонаның бүкіл турнирдегі қарым-қатынасы оның құрметіне сай болды. Ол 53 рет фолға ұшырады. Орта есеппен әр ойынға шаққанда 7-ден асады, бірақ ұстамдылық танытты. Дегенмен аяғының тырнағының ауырғанына байланысты Аргентина науқаны сәтсіз аяқталды. Марадона бүкіл турнирді аяғының көбекірген тырнағымен ойнады. Ал екінші матчта тобығын шығарып алды. Осының салдарынан аяғы ісіп ауырып қалды. Оның әлі де ФИФАның жұлдызды командасына қайта өтуге дарыны жеткілікті еді. Әйтсе де финалда Батыс Германияны жеңіп шығу үшін жеткіліксіз болды. Англия шенеуніктері турнир бойы тынышталдыратын дәрі-дәрмек қолданған болу керек. Бұл тек команда құрамында Пол Гаскойн болғандықтан ғана емес. Олардың бағынбайтын жанкүйерлер үшін де емес. Әрбір матч шиеленіске толы болды. Және олар 2 кеш пенальти арқылы ширек финалда жеңіске жеткенмен, жартылай финалда пенальти сериясынан жеңіліп қалады. Англияның Батыс Германиядан жеңілісі Пол Гаскойнның сары қағазды алғаннан кейінгі көз жасымен сипатталды. Англия алға шыққан жағдайда ол шеттетіліп финалдан шығып қалатын еді. Финалда аргентиналықтар қарсыласы Батыс Германияның қақпасына бір ғана соққы берді. Және Роберто Сенсини Руди Феллерге фол жасағаннан кейін 85 минутта пенальтиден бір гол соғылғанда шешім қабылданды. Ал пенальтиде гол соққан Андреас Бреме. Бүкіл турнир бойы небәрі 115 гол соғылды. Орташа есеппен 2,2 гол әлем кубогындағы кез келген турнирдің ең төменгі ұпай көрсеткіші. Бұл жақсы емес. Бірақ ол 1974 жылы ойыншы және бапкер ретінде жеңіске жеткен алғашқы адам Франц Бекенбауэрге әлем кубогын сыйлады. Жақында бірігетін Германия ел үшін жеңіс, футболдың ең үлкен сахнасындағы жеңіс. Футболда ешқашан аты өшпейтін жетістіктер бар. Ал Дидье Дешам үшін Францияның әлем чемпионатын жеңіп алған бірінші капитан атағы өмір бойы мақтан тұтатын құрмет белгісі болып табылады. Қысқа бойлы, мығым денелі жартылай қорғаушы 1985 жылы Нант сапында ойын басын жасап, Бардоға бір маусымға жалданып, 1989 жылы Марсельге ауысты. Ол сондай-ақ Италиядағы Ювентус, Англиядағы Челси және Испаниядағы Валенсия командаларында ойнады және ұлттық құрама сапында 103 ойынға қатысты. Дешам Франциядағы мансабын 1990-1994 жылдары футболдың ең үлкен аренасы Лес Блюзге өте алмаған кезеңде бастады.
Бірақ ол 1993 жылы француздарды жемісті бағытқа бұру үшін бапкер ретінде келгенде, Эме Жакенің командасының бірінші философиясына жақсы бейімделді. Жаке Эрик Кантонаны Англияда көрерменге кунг-фу стилінде аяғымен соққы бергеннен кейін, Еуро 96 науқанында құрама капитандығынан алып тастаған кезде, тұрақсыз Кантона оның орнына Дешамды таңдағанын сынға алды. Ол оны су тасушы деп атады. Оның рөлі допты командадағы таланттырақ әріптестеріне беру дегенді ғана білдіреді. Дешам Францияны тағы бір әлем чемпионатында жаттықтырушы ретінде басқарып, прагматикалық интеллектін көрсете отырып, жай ғана жауап берді. Әр командаға оның су тасымалдаушылары қажет. 1998 жылғы әлем чемпионатының алдында Дешам 12 атаққа ие болды. Оның ішінде Италияда Ювентуспен 3 үздік жүлдесі және 2 чемпиондар лигасы бар, бірақ бір нәрсе жетіспеді. Осылайша 1998 жылы өз жеріндегі әлем чемпионатын өтті. Финалда Бразилияға қарсы ойынның бірінші таймы Зинедин Зиданның баспен соққан 2 голының арқасында сәтті аяқталды. Біз ештеңеге жол бермейміз, қазір емес, қазір емес деп нұсқады. Бірінші таймнан кейінгі 15 минуттық үзілісте жаттықтырушының әр сөзіне мән берген талантты ойыншылар. Екінші таймда алаңға үлкен жігермен шығып, Эммануэль Петидің тағы бір голының арқасында 3-0 есебімен жеңісті тойлады. Дешам әлем чемпионатындағы серпін толқынына мініп, француз футболының алтын ұрпағын 2000 жылғы УЕФА Еуроп чемпионатында Италияны 2-1 есебімен жеңіп даңққа жеткізді. Осы жеңісті тұғырда Дешам өзінің мансабының соңғы нүктесін қойды. Тегі алаң болған адам футболдың ең үлкен сахнасына жататынына еш күмән қалдырмай алаңнан кетті. Футболдың ең үлкен сахнасында бірнеше қатыгез соққы жасалды. Германияның 2014 жылы жартылай финалында Бразилияны 7-1 есебімен жеңуі еске түседі. Бірақ әлем чемпионатының тарихындағы ең үлкен жеңіс қайсысы? Жауап. Келесіде біз 1998 жылы әлем чемпионатында жеңіске жеткен Франция құрамасының тағы бір кейіпкері Фабиен Бартезге көз саламыз. Қайтадан қош келдің. Әлем кубогы турниріндегі ең үлкен жеңіс. 1982 жылы ауысқан Ласло Киштің әлем чемпионатындағы жалғыз хет-тригінің көмегімен Сальвадорды 10-1 есебімен жеңген Венгрия. Бірақ жауап қатты әсер етеді. Үлкен жеңіліске қарамастан, Сальвадор 2 әлем кубогы турнирінде соққан жалғыз голын тойлай алды. Ал Венгрия жеңіске жеткенімен өз тобынан аса алмады. Әлем чемпионатында жетістікке жеткенде әдетте жарқыраған шабуылшылар мен жарқыраған жартылай қорғаушылар хабарланады. Пеле, Роналду, Зидан футболдың ең үлкен сахнасында чемпион атанды. Бірақ 1998 жылы ең жарқыраған француз қақпашысы Фабиен Бартез болды. Францияның оңтүстік батысындағы Лавелане қаласынан шыққан. Ол бірінші лигада 4 түрлі клубта ойнады. Сонымен қатар Премьер-лигада Манчестер Юнайтедте болды. Оның табысының көп бөлігі Монако мен Қызыл Сайтандармен келді. Алайда ол Марсельмен Чемпиондар лигасының жеңімпазы атанды. Оның агрессивті, болашақты ойлайтын стилі тартымды да қызықсыз болды. Дегенмен 1998 жылы футболдың ең үлкен сахнасында оның ойына мінсіз еді. Өз жерінде қазіргі чемпион Зинедин Зидан Бразилияға қарсы финалдың бірінші таймында 2 гол соғып, матчтың үздік ойыншысы атағын жеңіп алды. Бірақ Бартез ең керемет сейфтер жасап есте қалды.
Ол бүкіл турнирде 2 гол ғана өткізген жалғыз жұлдыз болды. 5 матчта қақпаны таза ұстап, Лев Яшин сыйлығын жеңіп алды. 20 жылдың ішінде бірінші рет әлем чемпионатында қабылдаушы ел кубокты жоғары көтерді. Бартез 2006 жылы ширек финалда, өзінің Бразилияға қарсы 1998 жылы финалда қақпасын таза ұстады. Бұл әлем чемпионатында қатарынан 2 матчта бразилиялықтарды голсыз қалдырған жалғыз мемлекет. Бартез бен оның француздық командасы 2006 жылғы финалда Италиядан пенальти сериясында жеңіліске ұшыраса да, футболдың ең үлкен кезеңіне келген кезде Францияны жандандырған үшін өз халқы оларды әрқашан құрметтейді.